Ал енді құрметті Шыңғырлау ауданының тұрғындары және осы аудан орталығының тұрғындары, қазір уақытта аудан бойынша көктемгі су тасқынын алдын алу мақсатында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жұмыстар ауданның орталығы бойынша қар шығару жұмыстары, сондай-ақ су өтетін құбырларды тазалау, арықтарды тазалау. Қазір уақытта аудан бойынша жалпы сенбіліктен ұйымдастырылуда, және қар шығару бойынша аудан бойынша жалпы қазіргі таңда 3 техника жұмылдырылып отыр қар шығару бойынша. Алдағы уақытта аудан орталығында бірнеше көшелер бойынша қар тазалау жұмыстары жүргізіледі. Алдағы уақытта сол себепті осы сәтті пайдалана отырып, аудан тұрғындарын аулаларыңызда су баспас үшін тұрғын үйлерге жаңағы өзіңіздің шаруашылық ғимараттарына су кірмес үшін аулаңыз қар тазалап жатқан жерлерде техникаларды пайдалана тұра аулаңыздағы қарды шығаруды өтініп сұраймыз. Алдағы уақытта жұмыстар осы жалғасады. Сондай-ақ аудан округтері бойынша, сондай-ақ өзіміздің бағыттағы жолдар бойынша су құбырлары, жаңағы көпірлердің астындағы көпірлер астына қарлардан тазалау, теректерді кесу, жыраудың бойындағы, сондай-ақ жалпы қапшықтарды аудан бойынша 5000 үстінде қапшықты дайындау бойынша жұмыстар жүргізілуде қазір уақытта.